Сәлеметсіздер ме? Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі автоматтандыру және басқару бөлімі электрмен қамтамасыз ету тәбінің арнайы пәндер оқытушысы Метиев Нұрдәулет ПМ05 электр жабдығы детальдарын дайындау модулі бойынша біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз электр қорғаныс жүйелері. Жалпы іс-шараларды біздер екі түрге бөліп қарастырамыз. Олар бізде ұйымдастыру шаралары, техникалық іс-шаралар. Ұйымдастыру шаралар бізде қауіпсіздік жұмыстары бойынша ұйымдастыру шараларға бізде жұмыс өндірісіне өкім беру, рұқсаттамаға өкім беру, жұмыс орнына рұқсаттама, жұмыс орындалуы кезіндегі қадағалаушылық, басқа жұмыс орнына ауыстырылу. Жұмыстың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар ол бізде өкімді беретін, рұқсаттама беретін тұлға, рұқсаттаманы беруге келісім беруші, жұмыс өндірушісі, жұмыс басқарушысы, қадағалаушы, бригада мүшесі жатады. Техникалық шаралар. Жұмысқа жұмыс орнын дайындау үшін, кернеудің шамасын анықтау үшін келесі техникалық шаралар жасалуы тиіс. Керекті сөндірулер және қателікке кедергі жасайтын шаралар жүргізілуі тиіс. Жетектерде және кілтті дистанционды коммутациялық аппараттардың басқарылуында қауіпсіздік плакаттардың ілінуі, тоқ жүргізуші бөліктерде кернеудің жоқтығын, бар жоқтығын тексеру қажет. Жерлендіргіштің орнатылуы тиіс. Керек кезінде жұмыс орындары немесе кернеу астында қалған тоқ жүргіш бөліктер қоршалуы тиіс және қоршалымдарда қауіпсіздік плакаттары ілінуі қажет. Жерге тұйықтау құрылғыларының түрлері. Жерге тұйықтау қондырғысы дегеніміз жерге тұйықтаудың жиынтығы, жермен тікелей жанасқан және жерге тұйықталған өткізгіштерді олар электр қондырғыларымен бірігіп жерге тұйықталуы. Жерге тұйықталудың орнына және конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты екі түрін ажыратуымызға болады. Жерге тұйықтау қондырғысы электр қондырғысы алаңының сыртына шығарылады. Оның кемшілігі ол бізде алыс орналасқанда соған байланысты бүкіл қорғалатын жердің жанасу коэффициенті 1-ге тең болады. Контурлы жерге тұйықтау қондырғысы жерлендіргіш электродтар электр қондырғысы алаңның контурында және алаңның ішінде орналасады. Контурлы жерге тұйықтау қауіпсіздігі орналасқан қондырғының алаңында потенциалдар теңдігінің төмендеуінің арқасында іске асады. Құрылғыларының орындалуы. Жерге тұйықтау құрылғыларының монтаждау үшін бізде тік және көлденең жерлендіргіштерді қолданамыз. Тік жерлендіргіш ретінде бізде диаметрі 5-6 см болат түтік, қабырға қалыңдығы 3,5 мм-ден кем емес, 40-40 немесе 60-60 мм бұрыштық болат, диаметрі 10-12 мм шыбықты болаттарды қолданамыз. Көлденең жерлендіргіш ретінде 4-12 тілінген болат немесе диаметрі 6-8 мм шыбықты болаттарды қолданады. Орнату үшін алдын ала бізде тереңдігі 0,17-0,18 метр ор немесе шұңқыр қазып аламыз. Одан кейін түтікпен бұрыштарды копра немесе гироқысқыш және тағы да басқа механизмдермен бітейді. Ұзындығы 4-4,5 мм болат өзекшелерді жерге арнайы құрылғылармен бұрап кіргізеді, ал одан үлкендерін дірілдеткіштермен тереңдетіледі. Орға тереңдетілген көлденең электродтардың үстіңгі ұштары жолақпен дәнекерлеу арқылы қосылады. Жерлендіргіштен тоқтың жайылу кедергісін азайту үшін орды мұқият тығыздап көміп тастаймыз. Алдын ала жерге тұйықтау құрылғыларынан сыртқа шығарылған өткізгіш жерлендіргіштері жерге тұйықтау магистрына қосылады. Нөлдеу бізде зануление деп аталады орысшасы. Нөлдеудің мақсаты пайда болған жер мен корпустағы тоқ соғудан қуаттылықтың астында қалып қойған электр қондырғы корпусы мен тоқ өткізбейтін бөліктеріне жанасудағы тоққа түсу қауіптілігін жою. Нөлдеудің жұмыс жасау принципті ол қорғаушы аппараттар, олардың ішінде бізде сақтандырғыштар немесе автоматтар арқылы жүзеге асырылатын болады. Қорғаныс ерекшелігі корпустың тоқ соғуынан нөлдік корпустан қуаттылықты тез түсірумен сипатталады. Нөлдеудің эффектілік көрсеткішіне бір фазалы қысқа мерзімде соғатын тоқтың қорғаныс аппараттарының атаулы тоғына әрекетінің еселік мәні жатады. Нөлдеу бізде 3 фазалы жерге қосылған сымды 4 желілерде қолданылады. Нөлдеу жүйесінің негізгі элементтеріне бізде нөлдік өткізгіш,
Трансформаторларға қуат беретін бейтарапты жерге қосу нөлдік өткізгіштің қайта жерге қосылуы жатқызылады. Жаңа айтып өттік, сақтандырғыштар да жатқызылады бізде қорғаныс аппараттарына. Сақтандырғыштар бұл электр қондырғыларын қысқа тұйықталу тоқтарынан қорғау үшін арналған аппараттар болып табылады. Міне суретте бізде сақтандырғыштардың түрлері көрсетілген. Сақтандырғыштың негізгі элементі ол бізде балқымалы элемент болып табылады. Ол асқын ток өткен кезде электр тізбегін ажыратады. Кең таралған балқу элементтері бізде тот басудан қорғайтын қалайымен қапталған мыс, күміс, мырыш, қалайы жатады. Сақтандырғыштарға негізінен бізде талаптар қоямыз. Ол бізде сақтандырғыштың мерзімдік токқа қатысты сипаттамасы төмен болу керек, бірақ қорғалатын объектінің уақыт ағымындағы токтың сипаттамаларына жақын болуы мүмкін. Сақтандырғыштың кемшіліктері үшін жауап беру уақыты, әсіресе жартылай өткізгіш құрылғыларды қорғау саласында мүмкіндігінше төмен болуы тиіс. Сақтандырғыштар бізде шектеулі токпен жұмыс істеуі керек. Қорғалатын тізбекте сақтандырғыштар қорғаудың селективтілігін қамтамасыз ету. Жалпы осы сақтандырғыштардың сипаттамалары бізде тұрақты болуы тиіс. Сақтандырғыштардың жаңағы құрастырылымдары балқымалы ендірменің жанып кетуінде оны жылдам және оңай ауыстыру мүмкіндігімен қамтамасыз етеді. Қысқа тұйықталу кезіндегі сақтандырғыштар. Жалпы қысқа тұйықталу дегеніміз ол қандай процесс дегенге тоқталатын болсақ, электр тізбегіндегі потенциалы әртүрлі нүктелердің мейлінше аз кедергі арқылы бір-бірімен жанасуы бізде ол қысқа тұйықталу деп аталады. Қысқа тұйықталу электр қондырғылары изоляцияларының бүлінуінен, ток жүретін бөліктерінің бір-бірімен немесе жермен тікелей не болмаса өткізгіштер арқылы тиіп жанасуынан бізде осы қысқа тұйықталу болады. Тоқтың қуатты тұтынушылардың бір мезгілде қосу, желідегі ток күшін арттыратыны соншалық бізде кәдімгідей сымдар қызып, ал оны жайып тұрған оқшаулағыштар жанып кетуі де мүмкін. Тізбектегі ток күші берілген мәннен шамасынан артып кеткенде бізде қысқа тұйықталу, яғни потенциалы әртүрлі тізбектердің мейлінше аз кедергі арқылы бір-бірімен жанасуы, яғни токтың берілген шамасынан артып кетуі жағдайында осындай қысқа тұйықталулар пайда болады екен. Кесірі және одан сақтану жолдары. Қысқа тұйықталу бізде зиянды құбылыс. Қысқа тұйықталу кезінде электр энергиясының қажетсіз жұмсалуымен қатар ток көзі де істен шығады. Бұл кезде пайда болатын күшті токтар сымдарды қатты қыздыратындықтан өте қауіпті. Олар тіпті бізде өрт тудыруы мүмкін. Бізде міне true and false методикасы, ол яғни мына бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша сіздерге сұрақтар қойылып тұр. Сіздер true and false, яғни дұрыс немесе дұрыс емес деп жауап беретін боласыздар. Бұл жерде бізде анықтамалар тұр, сол анықтамалардың орнын қалдырылған, сол жерге сіздер жауап беретін боласыздар. Reading 49 pages of the labor protection book. Perform the test and task in Moodle. Have a nice day. Thank you for attention. Рахмет.